Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызда қазақ жазуының даму жолы күлтегін жыры бөлімі бойынша тасқа қашалған жазулар тақырыбын өтеміз. Тілдік бағдар, өздік етіс. Сабақтың мақсаты тыңдалатын мәтініндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылау, мәтіннің стилін анықтау, өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Жаңа сөздер: құлыптас, қаша, дәуір, түркі, жазба, дүние таным. Тілдік бағдар, өздік етіс. Қимылдың, іс-әрекеттің орындаушысына, іс иесіне тікелей қатысын білдіретін етістің түрі өздік етіс. Өздік етіс етістіктерге ым, ін, ны жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жазулар көрінді, жартас жуынды, біз киіндік. Балалар, 6-шы беттегі 7-ші тапсырманы оқып тыңдаймыз. Құлыптас бейітке қойылатын тас белгі. Дүние жүзі халықтарында құлыптастың көптеген түрі кездеседі. Ежелгі шумер, мысырлық этрустар заманында құлыптастар адам мүсіні түрінде жасалды. Құлыптасқа адам бейнесі қашап салынды. Оны мәйітпен бірге қою дәстүрі ғұн заманы, түркі қағандығы, қыпшақ, түркеш дәуірлерінде кең жайылды. Құлыптастардың шығу тегі, рәміздік мән-мағынасы туралы ғылымда нақты тұжырым қалыптаспаған. Қалай болғанда да, қазақ даласындағы құлыптастардың арғы тарихы сақтар мен ежелгі түркілердің тас мүсіндерімен, сондай-ақ көне түркі жазуы қашалған бітік тастармен байланысты екені анық. Құлыптастарды әрлеу, нақыштау, бедерлеу ісі сол кезеңде өмір сүрген халықтың қолөнері мен мемориалдық үрдісі, салт дәстүрі, әдет-ғұрпы мен дүние танымының белгісі іспетті. Мысалы, түркі жерінде ислам дінінің таралуына байланысты бейнелі құлыптастардың орнына өрнекті көк тастар қойылатын болды. Ислам дінінде қабір басына белгі қоюға рұқсат етілді. Бірақ аса үлкен құлыптас қойып, оған адамның, малдың, немесе әлде бір заттың суретін бейнелеуге тыйым салынды. Сондықтан құлыптастарға арабша Құран сүрелері мен аяттар жазылды. Түркістандағы Яссауиге қойылған құлыптаста, сонда жерленген қазақ халқының атақты хандары мен қайраткерлерінің басына қойылған құлыптастарда осы үрдіс сақталған. Балалар, оқылған мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, мәтіннің стилін анықта. Екінші, қою қаріппен жазылған сөздерді орыс тіліне аудар. Үшінші тапсырма, мәтіннен 5 өздік етісті тап. Тапсырмаларды бағалау дескрипторда көрсетілген. Келесі тапсырма 7-ші беттегі 8-ші тапсырма. Төмендегі жоспарды ретімен жаз. Тапсырманы бағалау дескриптор кестесінде көрсетілген. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.